Қымбатты оқырмандар, Жамбыл Жабаевтың әдеби мемориалдық мұражайына саяхат жасайық. Жамбыл Жабаевтың әдеби мемориалдық мұражайы Қазақстан үкіметінің шешімімен танымал ақын өмірінің көп бөлігін өткізген үйде 1947 жылы ашылды. Бұл үйді Жамбылға 1938 жылы 92 жасында ақындық өмірінің 75 жылдық тойланған уақытында Қазақстан үкіметі салып берген екен. Мұражай 12 бөлмеден тұратын. Жамбыл атаның үйі көзі тірісінде қандай болса, қазіргі уақытта да дәл сол қалпында сақтаулы тұр. Жамбыл Жабаев үкіметтің қамқорында болғандықтан, оның жеке дәрігері, медбикесі, аспазы, көлік жүргізушісі болған. Бұл бөлме дәрігері Рахымбай Досымбековтың жеке бөлмесі. Ал мынау Жамбыл атаның демалған, ұйықтаған, жеке жатын бөлмесі. Ал мына бөлмеде диванға мұқият қараңыздаршы, Жамбыл атаның ұстаған таяғы сүйеніп тұр. Бұл таяқты Тайыр Жароков алып берген екен. Жамбыл ата шифонерінің ішінде оның киген киімдері әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Түлкі шігі, пальтосы, шекпені, шапаны. Жамбыл атаның бөркін көріп отырсыздар. Көптеген суреттерде, портреттерде дәл осы бөрік бейнеленген. Суретте атаның 1936 жылғы домбырасы, Жамбыл Жабаевтың 3 домбырасы сақталған. 2 домбырасы осы мұражайда, ал 1 домбырасы Алматыдағы Республикалық музыка аспаптар мұражайында сақтаулы тұр екен. Жамбыл атаның сағаты. Бір қызығы, Жамбыл ата дүниеден озғанда сағат та тоқтап қалған екен. Қайтар қайтқанынша 5 уақыт намазын қалт жібермеген ақынның құмғаны мен легені. Бұл бөлмеде Жамбылдың әдеби хатшылары келіп жұмыс жасаған. Жамбыл атаның кішігірім кітапханасы сақталған. Бұл 1943 жылы орнатылған Жамбыл атаның қолданған телефоны. Мына бөлме Жамбыл хатшыларының жатын бөлмесі. Жамбыл ата бұл үйде кіші баласы Тезекбай атаның отбасымен бірге тұрған. Суретте үйдегі кішігірім асхана. Мұнда келін немерелермен бірге қымыз шай ішкен. 1938 жылы 17 жасар өзбек қызы Исмаилованың кестелеп тігіп атаға көзі тірісінде сыйлаған туындысы ілулі тұр. Қонақ бөлмесі. Көптеген сыйлы қонақтарды осы бөлмеде күтетін болған. Ал мына ыдыстарды атақты кинорежиссер Сергей Эйзенштейн мен балерина Галина Уланова сыйлаған екен. Мына суретті немістің суретшісі Риттих салып Жамбылға сыйлаған екен. Жамбыл атаның 13 жасында ұстаған домбырасы. Жетісу айтыс өнерінің алтын діңгегі атанған Сүйінбай Аронұлы Жамбыл атаға 13 жасында бата берген екен. Атамыз қырғыздың атақты ақыны Тоқтағұл Сатылғановпен үлкен дос болған екен. Сол кісінің тарту еткен күміс ертоқымы мен домбырасы. Бұл портретте 35 жасында Құлманбетпен айтысқан кезінен көрініс табады. Ал бір мына шынайы көріністе қолының тамырына дейін адамдікіндей етіп істелінген Жамбыл ата мен Дина апаның балауыз мүсіндерін тамашалайсыздар. Бұл алматылық Пернегүл ателесінің шеберлері. Пернегүл Абдулаева мен Абдразақ Әлменовтердің жасаған туындылары 2007 жылдың тамызында мұражайға сыйлаған. Ал артындағы панораманы Алматы Заман Туу фирмасының суретшілері салған екен. Ал мына портретті 1996 жылы Тоққожа Қожағұлов салған. Қызырлы қызыл жолбарыс аңыз емес шындық. Ақынның айтуы бойынша бұл жолбарыс оның өзіне ғана көрінеді екен. Аттың үстінде кетіп бара жатқанда иттің бейнесінде
көлікпен кетіп бара жатқанда аспандағы бұлттар бейнесінде көрінетін болған екен. Жамбылдың жанына жолбарыс келіп жантайғанда, оның шабыты келіп домбырасын қолына алып, гуілдетіп өлең шығара бастаған және шығарған өлеңдерін ұмытпай, есінде сақтап отырған екен. Сондай-ақ мұражайда 1938-45 жылдар аралығында түсірілген фотосуреттердің барлығы үлкейтіліп қойылған. Атамыздың белдігі, құлаққа киген құлаққабы және домбырасының тиегін салатын қобдишасы. 1936 жылы Мәскеудің Молотов заводынан шыққан ең алғашқы москвичі 1938 жылы Жамбылға үйімен бірге үкімет сыйлаған. Жамбыл ата 1945 жылы 22 маусымда сағат 7:55-те өмірден озды. Өзінің өтініші бойынша үйінің алдындағы алма ағашында жерленді. Саяхатты қорытындылай келе, егер біз Жамбыл даналығын тәу етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның басты себебі Жамбыл арманның адамзаттық арман аңсарымен ұласып жатқандығында. Сондықтан қазақтың Жамбылына адамзаттың Жамбылы ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында басымызды иеміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.